Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін өте дәмді әрі өте тәтті болып шығатын ұйғыр самсасының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен құрғақ ұнның үстіне біраз қасық қопсытқыш қосып араластырып дайындап аламын. Оның үстіне салқын сары май қосып, қолмен жақсылап мыжғылап кружка дайындаймын. Бөлек ыдысқа жұмыртқаның сарысын және де бүтіндей бір жұмыртқаны қосып араластырып, оның үстіне айран және де су қосып, барлығын жақсылап араластырдым. Сіздер айранның орнына сметана қолдансаңыздар да болады. Жақсылап біріктіріп араластырып алғаннан кейін дәм беру үшін жартас қасық тұз қостым. Енді осы сұйық массаны алдын ала дайындап алған кружканың үстіне құйып, барлығын біріктіріп, жіп-жұмсақ пластилин тәрізді қолға жабыспайтын қамыр илеймін. Дайын болған қамырды бетін салфанмен жауып, 1 сағатқа холодильникке қалдырамын. 1 сағат бойы холодильникте тұрған қамырды алып, теңде 2 бөлікке бөліп, енді оны жұқа етіп жаятын боламын. Аздап құрғағын сеуіп, жұқа етіп жайып аламын. Қамыр өте тез жайылады. Жұқа етіп жайып болғаннан кейін алдын ала дайындап алған сары майды бетіне жағып шығамын. Қолмен немесе осылай четканың көмегімен жақсаңыздар болады. Осылай жақсылап жағып болғаннан кейін келесі жайманы үстіне орналастырамын. Оның да үстіне сары майды қойып, осылай четканың көмегімен жағып шығамын. Барлығын жақсылап жағып болғаннан кейін қамырды бір тегіс ауа өтіп кетпейтіндей бір тегіс етіп ораймын. Осылай орап дайын болған тестаны 1 түнге холодильникке қалдырдым. Сіздер 4-5 сағатқа қалдырып, одан кейін пайдалана берсеңіздер де болады. Енді салмасын дайындаймын. Ол үшін тартылған ет, ұсақтап туралған пияз және де асқабақ қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз және де әртүрлі дәмдеуіштерді араластырып қостым. Барлығын біріктіріп араластырып дайындап алдым. Қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Менің каналыма тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер. Дайын болған самсаның тестасын 35-40 граммнан өлшеп, барлығы біркелкі шығу үшін осылай бірнеше бөліктерге бөліп шықтым. Осылай алдын ала барлығын дайындап алдым. Аздап ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен осылай орташа көлемде жаямын. Начинкасының ортасына салып, екі шетін бір-біріне жабыстырып, осылай өріп шығамын. Жақсылап қарасаңыздар, өру өте оңай. Осылай барлығын дайындап алдым. Противенің үстіне пергамент қағазын төсеп, оның үстіне самсаларды орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне күнжіт септім. Қызып тұрған пеште 30-35 минут бойы пісіріп аламын.